Біз бір рейс үшін $500 миллион тұратын ұшақпен ұшамыз. Және біз $25 мың тұратын жеке ұшақта, $10 мың бірінші класстық орындықты, тіпті дирижабльді, тағы басқа. Біз ең алдымен сіздерге әлемдегі ең керемет әрі ең қымбат ұшақтарында ұшпай тұрып, ең арзан ұшақта ұшамыз. Ол қимылдап тұр. Міне $. Мен кішкене қобалжып тұрмын. Қобалжыма, мен жарты ондағандай ұшқанмын. Сонда 6 рет пе? Бұл неге шөп шапқыштың қозғалтқышына ұқсайды? Әлемде ең арзан ұшаққа ұшуға уақыт келді. О құдайым, ау. Біз жылдам ұшып барамыз. Жол болсын. Бұл қауіп көрмейді. Олар камераға типкеде жаздады. Қауіпсіздік белгісін тауып отырмыз. Мен тірі қалдыруға тырысыңыз. Мен тырысып жатырмын. Жарайды, ол сонда... Жарайды, арнаға тіркелеміз. Мен өзіме керек нәрсені алдым, қонуға бола ма? Жоқ. Даг, өтінем, Даг. Ол кісімен есеп шотын төлейді, сақ болыңыз. Ал достар, егер бұл ессіз деп ойласаңыз, бейненің соңында күтіңіз. Бұл жер планетаның ең қымбат ұшағында билет күтіп тұр. Есіңді мені ренжітіп тұрсың. Құдайым, ол қыз келе жатыр. Қонуға дайындалыңыз. Біз жердеміз, аман қалдық. Бізді келесі бірінші класстағы ұшақ билеті $1000. Мен бірінші класстағы барлық орындықтарды сатып алдым. Сондықтан қалаған жерде отырамын. Ажайып тұманға арналған лосьон керек пе? Неге? Өйткені бірінші класс балақай, жақсы түскәз. Әрқайсымыз өз орнымыз бен теледидарымыз бар. Билеттер жақсы тамақпен бірге келеді. Дәретхана керек жарақтары мен пижамалар тегін сөмкесі. Осының бәрін үйге алып кете аламыз ба? Ал ұзақ ұшу кезінде жату. Бұл төсекке айналу Мен керек. өзімді қабірде жүргенде сезінем, ол маған ұнайды. Иә, таңғаларлық. Ең жақсысы $1000 тұратын ұшақтың сүйікті бөлігім. Маған доллармен сөйлесуді қажет жоқ. Маған бұл шиша ұнамайды, өйткені мені ажырататын сияқты. Мен мұнда жалғызбын. Сондықтан маған ұнайды. ең жалғыз кемшілігі бұл, мұнда жалғыздықта бола алмайсың. Жан-жағымызда осынша адам бар кезде билеттер ыңғайсыз. Ал енді 10 есе қымбат ұшақтың билетін не бере алатынын көрейік. Билет $10 000. О, құдайым, қандай керемет. Аяқтарыма шексіз кеңсіздік бар. Ең алдымен бізге не берді, қарап ойланайық. Планшет, үлкен сенсорлы теледидар, орнындағы жеке бар. Тәттілер, бұл фестивалс емес, ақшаны қайтарыңдар. Wi-Fi-ға қосыламыз. Біз бұл орындар үшін $10 000 төлеген шығармыз, бірақ бәрібір Wi-Fi үшін $20 төлеу керекпіз. Ол тегін емес пе? Бір таңғаларлығы, ол мында ұшып отырған кезде мына теледидар арқылы көре аламын. Бұл 16 сағаттық жол болғандықтан кейін мен кішкене қараңыздаршы. Қандай әдем ванна, раковина, әжетхана және душ. Бұл ессіздеу. Қараңыздаршы, біз 9 километр биіктіктеміз. Ал мен шомыла аламын, ал сен жоқ. Сонымен қоса біз жігіттермен ерекше тамақ тапсырыс беруімізге болады. Және бұл соң емес, біз ең кереметін соңында сақтадық. Қалай жағдай? Қалайсыздар? Ұшақтың өзінің соңғы бөлмесінде өзінің лаунж ортасы бар. Иә. Ау. Сен тістемессің. Бұл $10 000 ұшақтың іші болды. Камераны жоғары төменге қарай бұршы. Ал енді біз $25 000 ұшаққа кірейін деп жатырмыз. Дәл солай, мұнда бір ғана қабат емес. Ессіз ғой мынау. Таңғажайып, біз басқа адамдардың үстінде отырамыз. О, құдайым ау. Мінекей, мынау бөлме. $25 үшін сіз 2 үлкен бөлмелер аласыздар. О, бұл таңғаларлық. Мен мұндайды ешқашанда көрмедім. Бұл ұшақтың іші алдыңғы ұшақтан қарағанда 4 есе үлкен. Өмірімде осылай секіруге болатын ұшақты көрмегем. Қараңыздар. Мұнда 2 орын және көп теледидар бар. Мұнда басқа ұшақтардан гөрі әлдеқайда көп теледидар. Біз ұшқан ұшақтарда жеке жол серік тамақтарды алып келеді. Не үшін билеттерді құны қымбаттаған сайын олдырып бере береді? Бұл ванна, бірақ... Нәрсе айтқым келеді. Бұл ванна онша емес. Душ жоқ, жылы еден жоқ. Тағы 2 есе тар. Менің ойымша $10 000 билет тиімдірек сияқты. Сендер бір рет ұшу үшін осынша ақша төлер ме едіңдер? Мен төлемес едім. Көлік алған дұрыс шығар. Дұрысы көлік. Ал енді бөлменің ең керемет жері. 2 қабаттық төсек. Бронеге 3 орынның орнына әр орынды төсек қылмасқа. 2 орынның орнына 3 қабатты төсек қылған дұрыс шығар. Қайырлы таң, жақсы ұйықтадым. Карл, оян, қазір түсеміз. Мен де өліп ұйықтадым. Бұл әлемде ең қымбат коммерциялық ұшаққа билет болды. Енді жеке ұшақтарға уақыт келді. Бұл ұшақ $100 000. Бұл өте үлкен. Бұндай ақшаға өзіңіздің жеке ұшағыңыз болады. Жеке. Тура яхта сияқты ғой. Бұл ессіздеу. Бұл таңғаларлық. Білесіңдер ме не ессіздеу? Бұл 4 бөлменің біреуі. Тағы да бар ма? Мен осы үмітті деп ойладым.
Жігіттер, бері келіңдер. Мынау қандай бөлме? Бұл жай ғана демалыс бөлмесі, көп тәттілер мен теледидармен. Егер сенің ұйқың келсе, бөлек жататын бөлме бар. Досым, бұл тура отель сияқты ғой. Ал енді өте маңызды бөлмелердің бірі, ванна комнатасы. Сөйлемей тұршы. Мен саған ваннада диван. Сендер осының жартысындай болатындай ұшақ көрдіңдер ме? Жоқ, ешқашан. Жеке ұшақ туралы не айтасыңдар? Ой, тыңдандаршы, алдыңғы жылы мен Метрокстағы аккаунтымды саттым. О, құдай. Мен ұшатын жаққа қарама-қарсы отыр екенмін ғой. Біз ұшатынызды білмедім. Тек камера емес, тоқта! Ессіз ғой. Құдайым-ау. Мен сырғанасам да болады. Жақсы, мен отырам. Әзірге бұл ең жақсы ванна бөлмесі. Бұл әжетхана, тағы унитазда теледидар көруге болады. Ванна қалай, ыңғайлы ма? Не болды, түсінбедім. Жоқ. Ол ешқашан ол жерде шыға алмайды. Міне, стейк пен картоп безбесі және салат. Сіздер мені сұрағандықтан мен пицца келдім. Бұл мен ұнататын ұшағым, өйткені мұнда YouTube бар. Біз бірінші шықпады, сондықтан ұнататын емес. Бұл байдың төсегі екен, көрініп тұр, өткен мұнда мыңдаған жастық бар. Біреу мұнда, екіншісі мұнда. Мен жүргізіп көрем. Міне осыдағы рахаты жеке ұшақтың. Не істесең де өзің білесің. Карл ұшақты басқаруда, Чендлер пицца жеуде, ал Крис ұйықтауда. Ал болың қайда? Мен білмеймін. Жеке ұшақта рейстер кезеңінен өтпейді, сондықтан көп уақытты үнемдейсің. Міне сондықтан әрбай адамда жеке ұшақтар бар. Жігіттер, қонуға дайындаламыз. Карл, босат мен, біз қонамыз. О, құдайым, бұл жеңіл қону болмады. Тоқтан, ол әлі ваннада ма? Мен білмеймін. Босатсай? Қалай іштің? $1000-дан гөрі жақсы. Дирижабль $300,000. Жазуды кейін көрсетем. Байлауды шешпей тұрып қалай ойлайсыңдар? Дирижабльда не жазылып тұр? Ноланың телефон нөмірі? Ноланың телефонын жаздың ба? Күлкілі болар еді. Мүмкін келесі жолы. Байлауды шешіп, атқа қараңдар. Мен Карлдың анасын жақсы көремін. О, құдайым. Ол шынымен мен анам ұнатады. Ол сен, ана оның жүрегінде, ол сен анам ұнатпайды. Жоқ, мен оны сүйем. Досым оны басуға бола ма? Ол қимылдайды. Бұл алып ұшатын затты арқамен тартуға болады. Сіздерге қызық шығар, қалай мен дирижабльді жалдап үлкен ақшанмен төледім. ZipRecruiter. Мен оны моторолар жалдауда қолданамын. Тағы операторлар және есепші. Қарайық, мен отқында көтере ала ма? Не деген салмақ досым. Мен толықтым деген сөз бе? Бұл деген сен көп жаттығасың. Әлде мен толықтым. Адамдар ZipRecruiterге қызықты жаңа жұмыс іздеуге барады. Егер дирижабль құласа мен өлсем, сендер жігіттер жаңа жұмысты ZipRecruiterден таба аласыңдар. Ғой. Маған бұл әңгіме ұнап тұрған жоқ. Қане кеттік. Сау бол, Чендлер. Сау бол. Мәңгілікке. Ол мәңгілікке деді ме? Ол қалаған затты жарнама етер еді, бірақ Карлдың анасын алды. Маған қорқыныштың бәле жылдамдық алуда. Жарыста кездесеміз. Айтуды ұмыт кетіппін. Біз дирижабльді ең үлкен авто жарыстағы 150 мыңнан астам адамның үстінен ұшып өтеміз. Бірақ Карл білмейді. Біз құлағанша мен сіздерге ZipRecruiter туралы айтып берейін. Біз ZipRecruiter сайтында бос жұмыс орнын жарияладық. Енді мен бір кандидатпен сұхбат өткіземін. Сәлем, Томас, сен ZipRecruiterде өтініш тастапсың. Мен естіп тұрсың ба? Иә, естіледі. Бұл мистер Бист пе? Иә, бұл мистер Бист. Маңызды емес. Кешіріңіз, мен сізді әрине естіп тұрмын. Иә, өйткені біз дирижабльдеміз. Монтажер болғаныңа қанша уақыт болды? Есімде болса, шамамен 10 жылға жуық. Біздің видеоларды жақсарта алар ма едің? Мен мықты командамен және шығармашылықпен мен сіздің видеоларыңызды жақсырақ жасай аламын. Жарайды, жаман емес. Маған өзінің бірнеше видеоларын жібере аласың ба? Сіз де Томас сияқты бізде жұмыс жасаңыз келе ме? Астындағы сілтеме және ZipRecruiter.com-ға өтіңіз. Біз барлығына мән береміз. Біз қазір Daytona 500 ең үлкен жарыстардың бірі. Сен дирижабльге бұдан жақсы нәрсе жаза алмадың ба? Жоқ, бұл ең жақсысы. Олай емес. Олар бізді көре ме? Міне олар. Карл, сен болады. Мұндағылардың бәрі сен анаңды жақсы көреді. Біз Карлдың анасын жақсы көреміз. Барлық айқайлауда біз жақсы көреміз. Карлдың анасы, егер сіз бұл видеоны көрсеңіз, сіз әдемі ханымсыз. Сен жындысың. Бұның барлығы сені анаң үшін. Ал енді жер планетасындағы ең қымбат жеке ұшаққа билет.
ұшаққа қош келдіңіздер. Аяқ киімдеріңізді шешіңіздер. Еден $2 миллион тұрады. Бұл ұсыныс емес, тапсырыс сияқты. Оның аумағы менің үйімнен үлкен. Бұл ұшақтың қаншалықты үлкен екенін елестете алмаймын. Бұл жатын бөлме, бұл да жатын бөлме, тағы да жатын бөлме, тағы да жатын бөлме. Жалғастырайық. Қызметкерлер үшін тағы да бір жатын бөлме. Не болды? Бұл менікі. Бұл ұшақтағы жатын бөлмелер кішкене экстравагантты. Алтындаған раквиналар, бірнеше душ. Мұнда не? Дәретхана. Мұнда жеке кинотеатр бар. 12 адамға арналған демалыс бөлмесі. Ал бұл қонақ бөлме. Мына диван мен үйімдегіден үлкенірек. Не ғой, сендер әлі 3-тен 1-ін ғана көрдіңдер. Тағы бар ма? Не? Нағыз керегі. Стюардессын жатын бөлмеге шақыруға болады. Егер әр шум осындай болса, мен ауада өмір сүрер едім. Кешір, мен жарықты өшірем. Мен бұл бөлмені қалай байқамадым? Біз бүкіл ұшақты аралап шықтық. Сіздер болды деп ойласаңыздар, мұнда тағы массаж бар. Қалайсың, Карл? Керемет. Бұны істемеген дұрыс шығар. Мырзалар, біз бұнда рейсті қалай төлей алдық? Жанкүйерлердің арқасында. Сондықтан біз бірнеше кездейсоқ жазушыларымызды $500 миллион ұшаққа шақырдық. Жеке ұшақта ұшып көрдіңіз бе? Жоқ, өмірімде бірінші рет. Және ол әлемде ең қымбаты. Мен өмірімде ұшақта мұндай нәрсе көрген емеспін. Ессіз ғой. Ханым, бұл не? Қонақтарға арналған тәттілер. Оларды лақтырып тастай аласыз ба? Істейді деп күтпедім. Енді осы шоколадты ұсыныңыз. Ол фистаблс деп аталады. Және ол әлемде ең керемет шоколад. Мұнда не бар? Құпия бөлме шығар. Бұл экипаж бөлмесі. Олар бізге жалтақтай қарады. Назар аударыңыз, біз ұшып жатырмыз. Билеттеріңізді тағып алыңыз. Ерсі болмаңыз. Рахмет. Бұндай ұшақтарда кімдер ұшады? Кәсіпкерлер. Сізге менің ақымақ достарым қалай? Мен оларды ақымақ дер едім. Бұндай бағаға олар кез келген уақытта тамаша тамақ ұсынады. Және кез келген жерге, тіпті сіздің жатын бөлмеңізге. Дамын көресің бе? Біз қайда бара жатқанымызды білесіздер ме? Жоқ. Біз барлықтарыңызды Диснейлендке апарамыз. Сіздерге 2 күнге қаражаттарыңызды төлеп береміз. Сонда Ой, қалған заттарыңызды жасай аласыз. Мүмкін емес. Егер сіз әлемде ең қымбат ұшақта ұшқыңыз келсе және 2 күн Диснейлендке өткіңіз келсе, тіркеліңіз. Карлдың анасы үшін тіркеліңіз.